Көптеген адамдар, әсіресе әйел кісілер, өз жасынан әлдеқайда жас көрінуді қалайды. Бір қарағанда, жер бетінде қартаймайтын адамдар жоқ секілді көрінсе де, өмірде бәрі болатындығын ұмытпауымыз қажет. Бүгінгі видеода мен сіздерге қартаймаған адамдардың бірі болатын, жасы 76-ға келсе де, сырт келбеті 40 жастан жоғары көрінбейтін тайландтық әйел Апасра Хонгсакула жайлы және оның қартаймай жас көріну үшін істейтін әрекеттерін айтатын боламын. Апасра 1947 жылы Таиланд астанасы Бангкокте дүниеге келіп, Малайзияда білім алған. Жас кезінен өте әдемі және көрікті келбетімен адамдардың назарын аударғандықтан, Мисс Таиланд байқауына қатысуды жөн көрді. Нәтижесінде 1964 жылғы байқауда Мисс Таиланд жүлдесін ұтып алып, әлемдік байқауға жолдама алды. 1965 жылы ақш-тың Майами қаласында болған әлем мисі байқауында 18 жасар Апасра жеңіске жетті. Ол Таиланд елінің атынан шығып жеңіске жеткен алғашқы адам болды. Бұл жеңісі оның Таиланд халқының арасында беделін өсіріп, жоғары қызметтерге көтерілуіне мүмкіндік берді. Сонымен қатар, Таиланд патшасының туысына тұрмысқа шықты. Дегенмен кейіннен ажырасқан болатын. Апасра 2 рет тұрмыста болып, 2 бала дүниеге алып келді. Енді оның жас көріну жайлы айтқан сөзіне келер болсақ, көптеген адамдар Апасраның жас кезі мен қазіргі кезіндегі суреттерін салыстырып, айтарлықтай өзгеріске ұшырамай жастығын сақтағанына таңғалды. Оны пластикалық ота жасатты деп ойлағандар да бар болатын. Бірақ Апасра бұны жоққа шығарып, ешқандай да пластикалық ота жасап, денемді өзгеріске ұшыратқан жоқпын дейді. Ал адамдарды қызықтырған сұраққа былай деп жауап берді. Мен үнемі дұрыс тамақтанумен және күнделікті жаттығумен айналысамын. Ал қалғаны тұқым қуалаушылықпен берілген деді. Сондай-ақ ол зиянды әдеттерден аулақ болып, күн сайын жеміс-жидектерді жейді және тойып тамақтану мен зиянды тамақтардан бойын аулақ ұстайды. Апасра жас кезінен бері әртүрлі сұлулық байқауларына қатысқандықтан, өз денесін күтуді сол кезден бері әдетке айналдырған болатын. Достар, видео ұнаса каналға тіркеліп, өзгелермен бөлісуді ұмытпаңыздар.